сәлем достар, сіздермен мен Чинго, яғни Шыңғыс Мағауия. Ал бүгінгі видеоролик қалай қолды нәтижесіз жаттықтыру деген рубрикада болады. Ол қалай деп сіздер сұрасаңыздар, мына суреттегідей. Осындай қолды кез келген ер адам қалайды деп ойлаймын. Егер сіздер де осындай қолды қаласаңыздар, онда осы видеороликті аяғына дейін көріп шығыңыздар. Дайын болсақ, онда кеттік. Достар, міне біз далаға шықтық. Енді қолды дұрыстап жаттықтыру үшін бірінші тапсырма. Ол өзіне мақсат қой. Басында мақсат қой. Армандау және соған жету. Мақсат болмаса дұрыс нәтижеге жетпейсіңдер. Сондықтан бірінші тапсырма мақсат қой. Екінші тапсырма ол біз видео контентсіз болғандықтан өзіміз контент қараймыз. Мысалы, если что, мен ата-апамның үйіндемін, міне мына турник. Атам істеп берді. Және мен ауылдан бәрін тағысын ғой, осындай таяқ таптым. Так, енді осыны сіздер кез келген таяқты ала аласыздар. Мысалы, сыпыртқаннан ала аласыздар, кез келген темірді де аласыздар. Өздеріңізге қарай. Және енді қараңыздар. Мынау таяқтың мына жеріне пакет, сумка, немесе менде сияқты 5 литрлік суды қойып, бұлай жаттығуларды істейсіздер. Міне, сіздер көрсетемін. Бірақ таяқ ұзынды болғандықтан маған шалу оңайсыз. Міне, ортасына істедік. Енді өздеріңіз білесіздер, неше рет жасайсыздар. Өздеріңіздің денсаулықтарыңызға қарап. Міне. Әр күн осылай істесеңіздер, 100% сіздерде бицепс, яғни қол накачать етіледі. Міне мен 10-ма 5-ма істедім, уже қолым забиваться етіп жатыр орысша айтқанда. Сондықтан бұл способ эффективный. Ол способты қайталаңыздар, достар. Бір айда немесе 15 күнде спокойно бицепс накачать етіп аласыздар. Сондықтан спортпен айналысыңдар, достар. Мақсат қойыңдар, армандандар, жетіңдер соған. Міне сіздерге 2-ақ тапсырма айттым. Сол 2 тапсырманы орындасаңыздар, өзді армандарыңызға жетесіздер. Егер видео ұнаған болса, лайк басыңыздар, тіркеліңіздер және комменттерді жазыңыздар. Спортпен айналысайық, достар.